Қазан айының соңғы жексенбісінде Қазақстан бойынша еңбек күні аталып өтеді. Бұл өз еңбегімен талабының арқасында биік белестерге жеткен адамдарды атап өтуге арналған керемет мүмкіндік. Ұстаздар күні де алыс емес. Осында екі мерекенің қарсаңында еңбек ардагерлері Мағжан Жұмабаев атындағы гуманитарлық колледжінде қонақта болып қайтты. Толығырақ әріптесім баяндайды. Мереке қарсаңында еңбек ардагерлеріне құрмет көрсету шаралары еліміздің барлық аймақтарында ұйымдастырылады. Соның бірі Мағжан Жұмабаев атындағы гуманитарлық колледжде өткен кездесу. Болашақ тәлімгерлер өз өмірлерін ұстаздық мамандыққа арнаған ардагер ұстаздармен сұхбаттасып, білім қоржындарын толықтырды. Принимают участие наши студенты. Бүгінгі іс-шараға студенттермен қатар педагогика саласының ардагерлері де қатысып отыр. Қонақтар өз білгендерімен бөлісіп, тәжірибелерінде болған қызықты жайттар жайында әңгімеледі. Менің тәрбиеші мамандығын таңдауымның себебі балаларға деген сүйіспеншілігім. Бүлдіршіндеріміздің жан-жақты дамыған және тәрбиелі болып өсуіне өз үлесімді қосамын деп ойлаймын. Аталмыш оқу орнында 40 жыл бойы еңбек еткен ұстаз Татьяна Александровна Лукина болашақ ұстаздармен кездескеніне өте қуанышты екендігін білдірді. Бүгінде Татьяна Александровна ұстаздық мамандықтың қыр-сыры жайында сөз қозғады. Дөңгелек үстелдің тақырыбы дұрыс таңдалған мамандық. Қонақтар өз білгендерімен бөлісіп пікір алмасты. С 1974 года по 1997 год. Мен осы колледжде 1974 және 1997 жылдар аралығында еңбек еттім. Бүгін жас студенттермен кездесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Мен тілді дамыту, бейнелеу өнері, дене шынықтыру әдістемелері бойынша сабақ бердім. Мереке қарсаңында осындай кездесу өткізіп отырған үшін колледж ұжымына алғысымды білдіремін. Кездесуге колледждің қазақ топтары да қатысты. Қонақтарға арнап студенттер мерекелік концерт әзірлепті. Іс-шара барысында мамандықты дұрыс таңдаудың маңыздылығы жайында сөз қозғалды. Қазақстанда алғашқы рет еңбек күні мерекесіне арналған еңбек бақыт бастау атты дөңгелек үстелімізге Қазақстан Республикасының білім министрлігінің екі мәрте құрмет грамотасының иегері ардақты ұстаз Исманова Қымбат Исмұқанқызын саналы өмірін ұрпақ тәрбиесіне арнаған 3 рет қажылыққа барып келген аяулы ұстаз Жакеева Майра Жакеқызын шақырып отырмыз. Студенттермен еңбек күні мерекесіне байланысты дөңгелек үстелдер, сынып сағаттары жүргізіліп отырады. Мұндай кездесулерді өткізуді колледж ұжымы дәстүрге айналдырған. Ұстаздардың айтуынша, студенттердің таңдап алған мамандықтары өте айрықша және төзімділік пен жауапкершілікті талап етеді. Өйткені тек шыдамды әрі адал ұстаз ғана өз елінің нағыз патриоттарын тәрбиелеп шыға алады. Жасұлан Бектен, Евгения Шоль, Қуаныш Қазбеков, Ақпарат.